эфирді мен үйге барып көрдім. Эфирді көргенде таңғалғаным, енді сезім болды, жақсы көру болды, ер жігіт не дегенмен де ештеңе демей, қайтадан мені қарабет қылмай, әркім бақытты болуға лайықты, мен де арғарай, мен де бақытымды іздеу үшін қалауымға келдім, тек маған бақыт тілеңіздер деген орнына қайтадан Камила осындай, Камила сөйтті, мынау бүйтті, осы клип үшін деп қайтадан мені қарабет қылдырыпты. Жарайды. Және де қатты намысқа тигені, біз Маңғыстаумыз. Біз намысшыл халықпыз. Біздің дегеніміз салт дәстүріміз бар. Біз қазақпыз. Сондай намысым болғандықтан, мен дегенін осылай ондай қыз маған керек емес депті. Біріншіден, бәріміз қазақпыз. Бәріміз Қазақстанда тұрамыз. Бәріміздің намысымыз бар, біле білсеңіздер. Әркімнің жаңағы мен де бір үйдің қызымын, менің де ата-анам бар. Оның ғана ата-анасы емес, оның ғана ағасы жоқ емес. Менің де анам бар, менің де ағам бар. Мен де көріп отыратын жандар бар, менің атыма қандай сөз келетінін. Соны айтайын дегенім намыс. Мен намысшыл жігітпін. Мен деген ондайға шыдамай, менің қызым ондай болмау керек. Мен білетін, менің тәрбиемдегі намысшыл қазақ жігіті ешқашан қазақ қызын елдің алдында масқара қылмаған, ешқашан қарабет қылмаған елдің алдында. Шынымен намысшыл жігіт. Ол жаңағы айтады ғой, жамандығын жасыру керек, жақсылығын асыру керек деп. Жарайды, шынымен мына жерде ешқандай қателік жасалмаған. Мен ешкімнің рұқсатынсыз клипқа түсіп кетпегем. Бұл жерде тек қана мәселе жаңағы намыста келіп тіреліп тұр ғой. Бұл жерде намыс деп мен ешқандай ойламаймын. Оның шынымен намысшыл жігіт болса, ол мені елдің бетіне қарабет қылмас еді. Және де айта кететім, сол адамға Инстаграм, бұл өмірде Инстаграммен бұл өмір шектеліп қалған жоқ. Және де әрбір менің сондай бір сөздерімді, әрбір менің жаңағы істеген ісімді болсын, әрбір жағдай болсын, әрбір клиптің жаңағы эпизодтарым болсын, Инстаграмға шығарып мені қарабет қылдыру, ол нағыз ер жігіттің, намысшыл жігіттің ісі деп ойламаймын. Менің ойымша бұл жерде намыс пен өрк көкіректікті бір адам шатастырып алған сияқты. Шынымен бұл жерде өрк көкіректік болды. Ешқандай намысқа қатысы жоқ. Шынымен намысшыл жігіт болса, ол басқандай әрекет жасаушы еді. Ол мені қарабет қылмас еді. Ол мені, шынымды айтайын, қазіргі кезде менің атымда мынандай атақ бар. Бұл дегенін Камила деген біріншіден Бауыржанның рұқсатынсыз клипқа түсті. Рұқсат бермесе де Бауыржанның рұқсатынсыз клипқа түсті. Ал екіншіден Камила клиптан ақша алды. Және де ақшаны таңдады, махаббатты таңдаған жоқ. Ал үшіншіден, әрине Бауыржанның постында жазған себебінен бұл Камила деген қызымыз әнші жігітпен, әнші баламен сөйлесіп кетті деген қауесет тарады. Осы қауесеттің бәрін таратқан әрине менің жаңағы өткенде болған жұбым Бауыржан. Ешқандай Инстаграмда мен жайлы жаман қауесеттер тарамаған оның алдында. Мен Инстаграмдан клипқа түскен кезде де, мен клиптан кейін сол күні өзім видео салған болатын, клипта түсіп жүрген. Және де сол кезде жаңағы топырақтың бетіне Бауыржан, мен сені жақсы көремін деп сондай сөз жазып, мен Инстаграмға салған болатын. Сол кезде бәрі белгілі болды, менің клипқа түскенім. Сол күннен бастап Бауыржан маған енді айтады ғой, енді қазір лайк баспай кетті, күнде лайк басатын, сурет салмай кетті. Сондай внимание жоқ болып кеткен адамдарда күдік туды. Неге ол сөйтеді? Араларында бірдеңе болып қалды ма деп. Араларында күдік туды. Мен дегенін аяғына дейін бәрі жақсы бізде, бәрі жақсы деп жабумен болдым. Бірақ аяғына дейін жаңағы бәрі жақсы деп өзім жаңағы тағы да бір рет халыққа айттым. Мен клипқа түстім. Шынайы болғанды айттым, Бауыржан маған рұқсат берді. Бірақ белгілі бір себептермен жаңағы махаббат лайкпен шектеліп қалған жоқ. Оның да жұмыстары көп, оның да жаңағы тамада ғой, тамада шоумен болғандықтан, сол жаққа сол жұмыстармен кеткендіктен өзінің жаңағы жан өзеніне. Сондықтан ол Инстаграмға қатты көңіл бөлмей, қатты кірмейді депші. Содан кейін солай ғана сөйтіп елді басып отырдым. Себебі халықтың алдында жауапкершілік алғандықтан бәрі солай нету керек. Жалпы мәселенің қалай болғанын біз әлеуметтік желіден шет шығасын білеміз. Және де негізгі мәселе осы бейне баян түсірілімінен басталғанын білем. Нақты сұрақтарға нақты жауап берейікші, Камила, сені клипқа түсер бұрын шынымен де Бауыржаннан рұқсатын алып, содан кейін ғана барып,
түсірілім алаңына жеттің бе? Өйткені менің білуімше ол Алматыдан 300-400 километр қашықтықта. Әрине, мен де ақмақ емеспін, мен ақмақ қылдырып шығарды ғой адамдар көбісі. Енді мен айтатыным, бірінші маған клипқа ұсыныс түсті. Оның алдында да маған клипқа ұсыныс түскенде мен Бауыржанға айтқан болатын. Бірақ белгілі бір себептермен мен өзім бас тарттым ол клиптардан. Ал осы жолы менің өзімнің жақын құрбым, өмір жолында қатты көмектескен құрбым жаңағы өтініш жасағаннан кейін менің бірінші сөзім, енді анамды білесіздер, анам әрдайым мені қолдайды және де өнер жолында қолдап келе жатыр. Сондықтан мен бірінші сөзім мен Бауыржаннан сұрайын дедім бірінші. Ол менің жұбым, ол менің жігітім өмірде жүрген. Ол мен болашақ Камила, біз былай жасайық, эфирлік уақыт қазір жетпей қалуы мүмкін, сондықтан нақты сұраққа нақты жауап береді. Бауыржаннан сұрадың, ол рұқсатын берді. Сен алдын ала сценарийді айттың. Сценарий болғанда мен Бауыржанға айттым. Бауыржан, love story дедім. Ол өзі love storyға түсіп көрген, инстаграмында бар, біледі. Қолмен ұстайды, енді аргетсе құшақтайды, ондай love story, ол дегенің клип. Ол деген клип ең бастысы. Және соған Бауыржан рұқсатын берді. Ол деген Бауыржан рұқсатын берді, және де... Жарайды. Біз қазір ақиқатқа қол жеткізейік. Камила мен Бауыржанның осы мәселе бойынша сөйлесуі. Клипқа түспес бұрын. Экранға қазір назар аударайық. Бұл жерде Бауыржан жауап беріп жатыр. Жолың болсын жаным дейді, рахмет жаным, байқап жүрші, хорошо, сеть ұстамай кетті дейді, тыныш жүрші дейді. Түсінбедім, ешкіммен сөйлеспей, ешкімге қарамай көзіңді жұмып дейді. Жан дейді, ау, әншімен тек рөл ойнаймын болды. Бұл Камиланың жібергені. Жоқ, бұл Бауыржандікі ғой. Жоқ, әншімен тек рөл ойнаймын деген мен жазып жатырмын. Қызғанам енді деген. Әншімен тек рөл ойнаймын болды, қалғанымен сөйлеспеймін дейді. Қызғанам енді өз адамымды қызғанып тұруыма болады шығар дейді. Жеттің ба? Иә, жеттім. Съемка басталды ма? Жоқ әлі. Сәттілік жаным. Менікі басталмады. Қайсың кім бар? Бұл Камиладан келген нұсқа, е? Иә, менің... Әрине оқиға екі тарапты, сондықтан Бауыржанның да рұқсаты бар, нұсқасы бар. Мені жан, мен бүгін актриса ғанамын, ешқандай шынайы емес. Түсірілмес бұрын. Құшақтамасын басқаша түс дейді. Құшақтайтын тағы басқа эпизодтар болмасын жан дейді. Ау, тек клип мен рөл ойнаймын. Құшақтайтын эпизод болмасын. Құшақтаттырып қойып қарап отырмайым ғой клипті дейді. Жан, это роль. Онда свадебный көйлекпен де түсе сал деуші едім ғой, олай болатын болса дейді. Деген жазбалар бар. Бұл, Камила, бұл клиптан... Жоқ, клип болып жатқан кезде болған жазбалар. Жеткен кезде сол жерде түсірілім басталып жатқан кезде болған жағдай. Егер де бұл жағдай, бұл жазбалар клипқа дейін мен шықпас бұрын мен әдейі жаздым ғой, жан мен жолға шығып баратырмын, жолым болсын жаным деген кезде, сол кезде жоқ, мен айнып қалдым, түспей қойшы, мен қызғанам десе, әрине мен қалам ол жерде. Себебі деген елдің алдында болды, мен деген жақсы көрдім, мен қаламын. Ал мына жерде біз деген 500 километр жүріп қойдық, 5 сағаттық жерге жүріп қойдық, 25 адамның еңбегі, 25 адам ол жерде ораза ұстап жатыр, ол ораза айында болған жағдай. Мен не істеймін өтірік алдап. Ал енді қара. Бұл енді әрине түсірілім алаңына жеткеннен кейін ашылған әңгіме болса, Камиланы түсінуге болады. Бұл қиын жағдай. Қандай бейне баян, ол неге соншалықты дауыс шығарды? Экранға назар аударыңыз. Мына сәттер үшін бе? Бұл love story сияқты түсірілген. Осы сәттерге қарсы болдың ба, Бауыржан? Түсіндіре берсеңдер болады, иә, біз қарай береміз. Алдын ала сен білдің бе, Бауыржан, осындай түсірілім болатын? Дәл осындай түсірілім болатын білген жоқпын. Негізінде love story. Мысалы, love story деп айтуға болады. Love story'да қолыңыздан ұстап суретке түсуге болады. Мысал түрде. Love story'да, мысалы, бір-біріне, тура екеуі бір-біріне мүмкін қол ұстасып взглядпен көрсетуге болады. Не біреуді аймалап, не құшақтап емес. Біріншіден, соны айта кетуім керек. Екіншіден, әр қатысушы, әр қазақ, әр адам неше жаста болса да,
неше жаста болса да, бейнебаянға ұсыныс түсті ма, мен сюжетін сұраймын. Мен алдын ала білуім керекпін, мен неге түсем, мен кіммен түсем. Сол секілді. Бірақ қандай сюжет екені маған ескертілген жоқ, жеткеннен кейін ғана ескертілді. Ал мен сол кезде жеткеннен кейін қарсы болып жетістім, бұл деген сияқты, басқа не ету керек. Ал енді мен айтайын бұл жерде. Маған қазір дәл осы студияда режиссермен, клиптің режиссермен әншісі отыр. Маған негізі басында да маған айтты, бұл love story деп. Бұл жерде сондай қол ұстасып, сондай бір екі жастың махаббаты ғана, сондай бір жеңіл күйде өтеді деп, және де сол жерге барғандықтан, сол жерге барғаннан кейін маған толықтай түсіндіріп берді. Ары қарай сол адамдардың өздерінен сұрасақ. Өздері айтып кетсе, шынымен бұл деген клип ешқандай өмірге қатысы жоқ, және де шынымен де ешқандай өмірге қатысы жоқ. Шынымен де. Біз өздерінен сұрап көрейік, осы студияда клиптің режиссері және де әншінің өзі отыр. Мейірбек, микрофонды жеткізсең, рахмет. Режиссерге берсек. Сіз алдын ала түсірдіңіз бе Камилаға осындай түсірілім болатынын, және де нағыз маман ретінде ескерген шығарсыз, Самат мырза? Оның жігіті бар екендігі, ол қарсы болу мүмкіндігі жайлы? Сәлеметсіздер ме, баршаңызға құрбан айт құтты болсын. Басында маған айтты, жұмым бар деді, келіскен кезде. Енді мен жалпы барлық сценарийді мен толықта түсіндірген жоқпын, бірақ мен бас жағын айттым. Бір-біріне жаңа бастарын тигізетін, бір-біріне искетін жерде, бірақ сүйіспейді дедім. Бұл өлеңнің өзі махаббат туралы болған соң барынша махаббат көрсетемін дедім. Оған мен жігітім қарсы болуы мүмкін, мен сұраймын деді. Жарайды дедім, ответін кешке берсем бола ма деді. Мақұл дедім. Одан кейінгісін кешке жақын маған WhatsApp-тан жазды, келісім берді, біз барып түсіре берсек болады деп. Біз датаны қойдық, барып съемкаға барған кезде таңғы сағат біз 4-те ме, 5-те ме біз жеткен кезде маған мен қарсымын, басқа біреу түсесе бола ма дейді. Мен болмайды дедім, өйткені мен қазір 500 километр артқа барып қаладан біреу әкеле салмаймын. Ол жерде қаншама техника бар, қаншама адам бар. Содан кейін жоқ, болмайды дедім. Одан кейін өзі жылады, содан кейін 1 сағатты жұбатумен болдық. Одан кейін ары қарай съемкамыз кеш басталды. Негізі ол айтты, мен жұбым бар деді, мен негізі естімеген едім, маған айтты продюсер осы әншінің, что осынысында қалаулым болғаннан кейін қалаулымнан бір қызды алайық деді. Маған 4-5 суретті әкеп көрсетті. 4-5 суреттің ішінен бір қызды, Камиланы таңдадым, шақырдық, сөйлестік, айттық. Келісім берді, бәрі жақсы деді, біз барып съемканы түсірдік. Түсінікті. Камила, сен өзің түсіндіріп айттың ба, осындай құшақтасулар болатынын? Мен айттым, love story дедім. Бауыржан, мен love story деген өзің білесің ғой, сен өзің түс көрін деді. Бауыржанның өзін айтып отыр ма Instagram парақшасында бар love story. Құшақтасқан, бетін маңдайын сүйген, Бауыржанды сөйтіп істеген ол қызғашы. До этого болмаса да ол түсінді не екенін. Содан кейін мен қайтадан сұрадым, түсейін ба дедім. Әрине түсе ғой деді. Өздеріңіз көріңіздер, жолың болсын жаным, бәр жаным. Сосын мен барғаннан кейін мен бас тарттым ол клиптан. Менің жігітім түспейсің деп жатыр, мен өтініш түспей қояйыншы. Бұл мәселенің нүктесін қою үшін біраз уақыт қажет, және қазір жарнамаға уақыт беріп алайық, содан кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті көрермендер, біз жалғастырамыз, және ортада өте қиын мәселе болып отыр. Айта кетейін, екеуі де біз үшін бірдей. Камила біздің қатысушы болды, Бауыржан қазір біздің қатысушымыз. Біздің бірақ қана мақсатымыз бар, оқиғаның нақты нүктесін қойып, ешкімді ренжітпеу. Және де жаңа ғана Камила байқап қалдым, режиссер толық ақпаратты ашпады ма, бір әйтеуір ренішің болды. Жарнама кезінде жақындап бір ренішіңді айтып жатқандай болдың. Қандай ақпарат ашылу керек? Мүмкіндік берейікші? Бұл жерде былай ақпарат, мен тез-тез қысқа нұсқа айтайыншы, мен де көп сөйлеп кетіппін. Біріншіден, жаңағы Бауыржанның сөзі бар, 25, мен айтқан болатын, 25 адамның еңбегі, әрбір адамның ол жерде ата-анасы бар, оның әрбір адамның отбасы бар, оның тауып отқан нандары деп. Жарайды, соған қарамай, кетіп қалайын ба мен дегенде, маған бәрібір 25 адам ертең өліп қалмайды деді. Сол кезде мен режиссерға айтып едім, режиссер айтты, ол өнер адамы, ол түсіну керек деді. Ол сені жақсы көрсе, ол бәріне барады.
кешірмесе де ол үйтіп уайымдама, ондай ешқандай жағдай болмайды деді. Және де мен профессионалдық түрде, ол адамдардың еңбегін бағалап, сол клипқа түстім. Сол клипқа түскеннен кейін мен бір түсінбейтім, неге сол клипті адамдарға, менің жаңағы жарайды минус жағым дейік, адамдарға жарияламай, адамдарға жар салмай, ойбай, менің қызым клипқа түсті, мен сол үшін бұған ренжіп қалдым, сол үшін мен ойланамын, кешірем ба, кешірмеймін ба деген сөздер Инстаграм парақшасында болғаннан кейін мен сұрақ қойғым келеді, неге соны өзіме айтпай, тыныш қана менімен бетпе-бет болмасын, телефонмен дұрыстап сөйлесіп шешіп алмасқа. Елдің алдында жақсы арақатынас бастадық па, елдің алдында неге мені масқаралап, мені шуға шығарып, неге сөйтіп кету ол деген қазақ жігітіне шынымен жігітке тән қасиет деп айтпаймын. Шынымен мен қателігім болды ма, мен мойындадым. Неге арақатынасты әдемі аяқтамадың? Әдемі аяқтамаса да шулатпай айтса, шынымен мен қаламаймын, болды, мен үйтіп қаламаймын, мен онда арақатынас қаламаймын десем, мен де ақымақ емеспін ғой, жарайды сенің қалағаның болсын деп айтушы едім. Бірақ бұл жерде қоймай, мені масқаралағаннан кейін енді ары қарай айта алмаймын. Өздері біледі. Бауыржанның онда ойын тыңдайық, Сұраққа жауап берші, неге олай жасадың? Неге Инстаграм парақшасы арқылы? Біз маусым аяқталғаннан кейін болған жағдай, бізде мынақта мүмкіндік жоқ, маусымға шығып, барлығына түсіндіріп отыратын. Бұл солай болды, мен жаздым, мен сұрадым, пост салуға рұқсат па деген сияқты. Бұл түсінді ма, түсінбеді ма білмеймін, мен салдым, салғаннан кейін не үшін пост салу керек еді? Ол халықтың алдында жүріп жатсың ба сен менімен? Сен қалауымға кім үшін келдің? Әрине, оның сен кеше қалауымға келуіме маған дәлелдедің. Бастапқы менің ойымша мақсат сол болды. Бауыржан маған келді. Өзінің менен бір минус іздеді. Сол клипті өзіне себеп қылып алды да, барлығын аяқтады. Содан кейін сөйлесем рұқсат па? Түсінікті, келу мақсаты олай емес, келу мақсаты олай болатын болса, Алматыда 36 күн болдым. 36 күннің біз 32-сінде кездестік. Если не серьезно болатын болса. Әрине, анасымен де таныстым. Неге ортаға шығардың дегені ғой? Жалпы айтып жатырмын. Мақсатың осы ғой деп жатқанын айтып жатырмын. Неге ортаға шығардың? Бізде маусымға шығатын мүмкіндік жоқ, маусым жабық болды. Сол секілді, халық алдында көптеген сұрақтар мазалап кетті. Ол қайда жүр, не істеп жүр, неге бір-біріңмен араласпайсыңдар деген сияқты. Бәріне бір жауап болсын дедім. Мен ол жерде оны қаралау мақсатында емес. Түсінікті, клипке түсті. Түскеннен кейін кешірім сұрады. 4 күн жылап кешірім сұраса, 5-ші күн сұраған жоқ, 6-ші күні ағасымен бақытты болып қол ұстасып жүр. Дұрыс па? Қай ағасымен? Қай ағасымен? Тереңінен түсініп алғандар дұрыс болар адамдардың. Өркенді айтып отырсың ба? Турасын айтсам. Ойбай, 6-шы күн емес, өркенмен біз деген жақында ғана міне биге барып футбол ойнап жүргеннен кейін ғана. Одан кейін мен 4 күн деп өтірік айтпай қой, Бауыржан. Жарайды, мына жерде мынандай болды. Әрине, Бауыржанның пост салғаннан кейін мен де жауап қайтардым. Мен де айттым шынымдай. Мен өзім түсінбей қалдым, не болып қалды, мынау пиар болып қалды ма деген сияқты. Сол кезде Бауыржан шынымды айтшы, сен маған звондап тұрып, Камила, өтінем сенен алып тастайсың ба? Себебі маған деген жаман сөздер келіп жатыр, намысқа тиетін сөздер келіп жатыр, мамама тиетін сөздер келіп жатыр деп сен айттың. Және де мен алып тастағаннан кейін, енді өтініш рұқсат па, мен бізде бәрі жақсы деп жазайыншы деп шығарды олшы. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыздар деді. Не үшін өйтіп салдым десем, қыздар маған жылап, осындай видеолар, суреттер жіберіп жатыр дедім. Сөзде мен ішімдегі, уақытымыз азайып бара жатыр. Камила, бұл жерде әнші жігіт сөз айтам дейді, куәгер ретінде тыңдап көрейікші. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мереке құтты болсын. Мерекеде баршаңызға тек жақсылық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаларыңыз осындағы қалауларыңыз тауып, бақытты боларыңыз тілеймін. Әрбір Қазақстанның қыздары бақыттыға лайық деп. Пікірге келсек. Енді Бауыржан, ассалаумағалейкум өзіңе. Әрине мен ондай араларыңызға от салу, бөлу деген ондай мақсат болған жоқ. Бізде кастинг арқылы өткен болатын. Камила менің бір таныс қызым попроси еттім. Камиламен таныстырып, режиссерға көрсетіп, сондай не болған. Одан жаңа Бауыржан деген жігітім барды, бәрін көрсетіп, бәрін көрген болатынбыз. Әрине рұқсат сұрайды ер жігіттен, бірінші рұқсат сұрау кереген күйеуі болмаса да, енді жүріп жүрген жігіті әрине. Одан кейін рұқсатын берді деді. Қаладан шығып бара жатқан кезде звондады, Бауыржан өзі мен жанында отырып, рұқсатын сұрап, келісім беріп, азанғы сағат 4-те жетіп, рассветте 4:30-да клип бастайын деп жатқанда, Камила мен түсе алмаймын дейді. Біз деген 25 адам барды, 2-3 машинамен команда болып ақша төленген. Енді біз айтамыз, ол профессионалдық түрде болса, сіз айтамыз, Камила сізге дұрыс емес енді.
Бұл жерде шынымен екі ақиқат бар, иә. және де екі жақты да кінәлауға бізге қиын. Әрине, Камила ол жерде бұл бір сағат мәселені жылап, әрең тереңінен, жұбатып, кешірім сұраймын, істейсіз. бұл мәселені тереңінен қарастыру керек. Өкінішке қарай тікелей эфирдің осындай бір дүниесі бар, енді уақыт бітіп қалады. Бірақ мен бұл мәселені толықтай қарастырғым келеді. Ешкімді ренжітпей, әрқайсысына сөз сөйлеу мүмкіндігін беруге менің ниетім бар. Сондықтан мен қазір эфирлік уақытты қолданып, мынадай бір ұсыныс жасайыншы. Камила, құрметті куәгерлер, қонақтар, егер мүмкіндіктеріңіз болса, ертеңгі бағдарламаны осы тақырыптан бастасақ. Бәріңізге мүмкіндік берілсе, келісесіз бе, келесіздер ме? Камила? Я әрине, мен шындықтың бетке шыққанын қатты қалаймын, сондықтан келісемін. Керемет, өйткені эфирлік уақыт шектеулі. Бізде гастрольдік сапарлар бар еді. Камила қарындасым үшін арнайы уақытымды бөліп келем. Көп рахмет. Құрметті көрермен, ендеше бұл мәселенің жалғасы ертең қалаулымда сағат 12:00-де жалғасады. Мәселенің нүктесін қоюға тырысамыз. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, кім кінәлі? Ертең жауабын беретін боламыз. Ертең 12:00-де кездескенше. Бүгінгі таңдауым сенің неге тез Су барамыздағы сол сезім Кел мазалайын сені Даусы қанша темі Менің қиялыма кері Менің соңғы бұл тілек Аялы мені сен бағым Махаббатты қаламадың Өзіңе деген құмарым Қарамады әлі тарамады Өзіңе ашылайын Жүрегіммен ғашық едім саған Енді алыстамай ұмытай бәк жаным келші маған Өзіңе ашылайын Жүрегіммен ғашық едім саған Енді алыстамай ұмытай бәк жаным келші маған Шымкенттің қыздары зың 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 зың. Ал Ника болса вообще дың дың дың